Азық-түлік бағасы шарықтап тұр. Қалада жыл басынан бері әлеуметтік маңызы бар тауарлар құны өскен. Қызмет бағасы сапасына лайық емес. Көп қатарлы үй тұрғындары жиі бұзылатын лифт үшін ақы төлеуден бас тартуда. Армысыздар, эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Азық-түлік бағасы шарықтап тұр. Қалада жыл басынан бері әлеуметтік маңызы бар тауарлар құны өскен. Әсіресе күнбағыс майы, қант, жұмыртқалардың бағасы біраз көтерілген. Азық-түліктің қымбаттауына қала тұрғындары да алаңдаулық білдірді. Былтырғы жылмен салыстырғанда биыл азық-түлік бағасы жалпы 10%-ға көтерілген. Атап айтар болсақ, жыл басынан бері қант орта есеппен 56,9%-ға, ұн өнімдері 9,2%-ға, сүзбе 9,2%-ға өскен. Ал көкөністерден күнделікті өмірде көп қолданылатын картоп 3,15%-ға, пияз 2,17%-ға қымбаттаған. 2020 жылғы желтоқсан Ақтөбе қаласы бойынша 19 атаулы әлеуметтік маңызды бар азық-түлік тауарларына баға индексі жыл басынан бері өскені 10,4%-ға, республика бойынша 10,5%-ға. Ай басынан 15 желтоқсанға 0,4%-ға, республика бойынша 0,8%-ға. Бағаның өсуі бақыланды. Күнбағыс майына 12,3%-ға, қантқа 4,6%-ға, басты пиязға 4,2%-ға, жұмыртқаға 2,2%-ға, рошкеге 1,4%-ға, қарақұмық жармасына 0,1%-ға өсуі байқалды. Базарлар мен дүкендерде мереке қарсаңында қарбалас көп. Азық-түлік бағасына алаңдаушылық білдірген көпшілік күнделікті пайдаланатын тағамның құнын көтерілген ашып айтты. 439. Видите? А пробивает по кассе 499. Қымбаттаған, я. Әр ай сайын келгенде үстіне қосылып тұрады әйтеуір. Шемшік май қымбаттаған. Ана диабетический, бізді көбіне диабеттің продуктысын аламыз, солар қымбаттаған. Қымбаттап жатыр шетінен, я. Азық-түлік бірте-бірте қымбаттап келе жатыр соңғы кезде. Біз білдірмей қосып қояды, сосын алып кассаға келгенде бар білеміз. Күнделікті дүкеннен алам, я. Азық-түлік енді бұрынға қарағанда көп қымбаттаған. Жалпы енді мен білетінім өзім шемішкі май, нағыз адамға күнделікті қолданатын нәрсе ғой. Сол шемішкі май көп қымбаттаған. Айта кетейік, бағасы төмендеген азық-түліктер де жоқ емес. Олардың қатарында тауық еті, айран, қырыққабат, күріш бар. Ал майлылығы 2,15%-ды құрайтын сүттің бағасы биылдыққа еш өзгермеген. Қазір ірі сауда орындарында жұмыртқаның ондығы 338 теңге, қанттың келісі 257 теңге, картоп келісіне 160 теңгеден сатылуда. Қызанақ 549 теңгеден болса, лимонның келісі 679 теңгені құрайды. Әлия Мырзағалиқызы, Жасұлан Жұбай, тәулік. Ертеңнен бастап бірқатар сауда нүктелерінің жұмыс кестесіне өзгерістер енгізіледі. Супермаркеттер мен гипермаркеттер енді еркін жұмыс тәртібіне көшеді. Олардың жұмыс істеу уақыты өздерінің ішкі әкімшілік жүйесімен бекітіледі. Есесіне жергілікті атқарушы органдар жанынан ұйымдастырылған мобильді топтар тарапынан кәсіпкерлік нысандарға мониторинг жүргізу күшейтілді. Жаппай жаңа жылдық іс-шаралар өткізуге қатаң тыйым салу туралы талап өз күшінде. Ақтөбе облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 58-ші қаулысы шықты үстіміздегі жылдың 22-ші желтоқсанында. Бұл қаулы негізі үстіміздегі жылдың 14-ші қарашасында шыққан 55-ші қаулыға өзгерістер мен толықтырулар болып есептеледі. Осы қаулыға сәйкес азық-түлік сататын барлық дүкендер, супермаркеттер, гипермаркеттер, олардың барлығына өздерінің ішкі тәртібіне сәйкес жұмыс жасауға рұқсат етілді. Сонымен қатар далада, ашық ауада орналасқан мұз айдындарына, төбешіктерге жұмыс жасауға рұқсат етілді. Олар міндетті түрде әлеуметтік қашықтықты сақтай отыра, бетперде тәртібін сақтай отыра рұқсат етілді. Негізгі өзгеріс нақты осы азық-түлік сататын дүкендер, супермаркет, гипермаркеттерге ішкі тәртібіне сәйкес рұқсат етілуі.
Қазақстан өлім жазасын қолданбайтын мемлекеттер қатарына кіреді. Бұл қадам еліміздің халықаралық аренадағы беделін арттырады, дейді Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі Қазақстанның аталмыш халықаралық пактіге қосылуына қатысты түсініктеме берді. Ал ақтөбеліктер болса, өлім жазасын алып тастау дұрыс емес деп есептейді. Парламент мәжілісінің жалпы отырысында өлім жазасының күшін жоюға бағытталған азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге екінші факультативтік хаттаманы ратификациялау туралы заң жобасы мақұлданды. Бұл халықаралық құжатқа сәйкес өлім жазасының күші жойылады. Ақтөбеліктер үшін бұл әрине тың жаңалық болды. Өйткені әсіресе педофилдерге қатысты жазалау қатаң болу керек деген пікір қоғамда көп талқыланған болатын. Бір жағынан алған дұрыс сияқты, бір жаңа алмаған да дұрыс сияқты енді. Өте қатты нелер болса, жаза болса қолданған да дұрыс. Қаншама балдарды, неше түрлі өлімдер шығып жатыр ғой. Телевизордан қараймыз, естиміз. Алмаған дұрыс. Шындай қарағанда енді. Қатты ауыр жаза болса, алмаған дұрыс. Қандай жазаға негізі тағайындалу дұрыс деп ойлайсыз? Мына балаларды зорлау, зомбылық, үлкендерге зорлық жасап жатыр, сондайларға өлім жазасы қолданған дұрыс. Сыртқы істер министрлігі таратқан мәліметтерге сәйкес Қазақстанда өлім жазасы бір ғана жағдайда пайдаланылуы мүмкін. Соғыс уақытында жасалған әскери аса ауыр сипаттағы қылмыстар үшін кінәлі деп табылған адам ғана өлім жазасына кесіледі. Бейбіт күнде бұл жаза қылмыскерлерге тағайындалмайды. Бұл тек заңды ғана емес, моральды, этикалық өлшемге ие. Бұл қадам еліміздің халықаралық аренадағы беделін арттырады деп бүгін Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді өз пікірін білдірді. 2003 жылы елде өлім жазасына мораторий жарияланғаны белгілі. Дегенмен балалар құқының жиі бұзылатынына қатысты бұл мәселеге қарсы пікір айтатындар да көп. Адам түсірмейді. Өзім педагогпын, білем, адам түсірмейді. Оған көп уақыт керек. Оған дейін түрмеден шыққаннан кейін де ол мысалы басқа қылмыс жасайды. Сөйтіп жүре бере ма, бүкіл адамның өмірін құртып, бір адамның кесірінен қанша адам зардап шегеді, мысалы баланың өмірі психологически құртылады. Ата-анасы бәрі оның деген. Бұлайынша психологически нагрузка ғой ата-анаға да. Өзім де ата-анамын, сол себепті өлім жазасын алып тастауды қолдамаймын. Өлім жазасынан кейін келесі адам жасамайды да ол қателікті. Өйткені бізде Қазақстанда қазір өте көп мен балдарым бар, мен де қорқам ертең. Алда уақытта ер бала демейді, қыз бала демейді, оған қарамайды қазір неде. Сосын келесіде қайталамайды деп ойлаймын. Осыдан кейін өлім жазасын. Я сабақ болады келесіде. Өлім жазасы Қазақстанға керек деп ойлаймын. Раушан Сейсенбаева, Жаслан Жұбай, Тәулік. Шайкенов көшесіндегі көп қатарлы үйде лифт ақысы биыл бірден 200 теңгеге қымбаттап кеткен. Нөмірі 81-ші үйде әр пәтер бұрын айына 600 теңгеден төлеп тұрса, қазір 800 теңгеден жиналады. Ал қызмет сапасы тиынға да татымайды деп шағымданып жатыр тұрғындар. Олардың сөзінше жедел саты іші тазартылмайды, жиі істен шығады. Жұлдыз Мирханова тарқатады. Лифті общий болды ғой. Это организация. Зейнет жасына жақындаған Зәуреш Әлібекова бұл үйде 30 жылға жоқ уақыт тұрып келеді. 9 қатарлы үйде лифт болғанымен 6-шы қабаттағы пәтеріне баспалдақпен көтеріледі. Жедел саты әбден ескіргендіктен жиі істен шығады. Іші өте лас. Не үшін ақы төлейтінімізді түсінбеймін дейді әйел. Бұрын лифттің ішін жинап, тазалап қоятын адам болды. Қазір мына мекен 5-шіге өткесін. Жібергесін бізді қазір шылас, қазір ауру шығып жатыр. Біз өзіміз жуамыз болды. Енді КСК-ға айтсақ, КСК тіпті тыңдағысы да келмейді, тіпті кекітіп, мұқатып, енді барып подъездінде жуып беретін шығармыз сіздерге деп, солай бізге айтты. Сол мәселені бізге шешіп берсе, неге біреулер үйлері 500-ден 600-ден төлейді, а біз 800-ден төлейміз. Ол жинаса таза болса шыдарсыз ғой. Тұрғындар жарты жолда бұзылып, лифт ішінде адамдардың қалып қою оқиғалары бұл үйде көп болатынын айтады. Өмір үшін алаңдайтын адамдар жедел саты қызметін пайдаланудан бас тартқан. Қауіпті жедел сатының жайын айтып, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемесіне бірнеше рет арызданған. Онымен пайда жоқ. Тұрғындар өздері бізге талап қойып жатыр. Ананы істеңдер, мынаны істеңдер. Бірақ өздері талапқа сай ақысын төлеп жатқан жоқ. 15% төлеп жатқан. Осы 36 пәтерден 6-7 квартира төлейді.
қалғандары төлегісі келмей жатыр. Сондықтан бізде шын айтсам қаражат жағынан қиындау. Бірақ біз адам жылдап кетіп отырмыз. Енді көреміз енді. Жаңа жылдан кейін бірінші кварталға дейін қараймыз. Болмаса тогда бізде бас тартамыз. Ол көне лифт, оны ешкім алғысы келмейді. Алдындағы қызмет көрсетіп жүрген мекеме оларды ұстап кетті. Солай тұрғындар төлемей кетсін. Олардың ақшасы бітіп қалды. Светке төлейді, анаған төлейді, маған төлейді, ал тұрғындар төлемейді. Сондықтан олар алдыда лифтті тастап кетті. Енді көреміз енді. Бұл бір ғана мысал. Қаладағы зәулім үйлердің лифт шаруашылығы ақсап тұр. Ескі үйлерде жедел сатылар жылдар бойы ауыстырылмақ түгілі жөнделмегенде, шаһардың дамуы үшін кеше ғана әкімдікте бекіген 3 жылдық бюджетте 2021 жылы жаңа 10 лифт орнату үшін 100 миллион теңге бөлінетіндігі айтылды. Бірақ бұл қай аудандарда жүргізілетін жұмыс екендігі нақтыланбады. Жұлдыз Мейірханова, Алексей Оразов, Тәулік. Өткен тәулікте облыста коронавирус инфекциясын жұқтырудың жаңа 8 жағдайы тіркелді. Оның 3-еуінің клиникалық симптомдары бар, 5-еуі симптомсыз ауру. 3 науқас қаладан, 5-еуі Мәртөк ауданының тұрғыны. Аурушаңдықтың өсу деңгейі 0,2% құрайды. Жалпы облыста КВИ-мен ауырған 3642 жағдай тіркелді. 3495 науқас жазылып шықты. Қазіргі таңда үй карантиніне 246 адам алынып, оларға медициналық бақылау жүргізілуде деп хабарлады облыстық санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінің баспасөз қызметі. 2030 жылға дейінгі тұжырымдама бойынша зейнетақы жүйесін бірқатар өзгерістер күтіп тұр. Үкімет басшысы Асқар Маминнің сөзінше, базалық зейнетақының ең төменгі мөлшерін ең төменгі күнкөріс деңгейі көлемінің 54%-нан 70%-на дейін арттыру, зейнетақы жүйесіне қатысу өтілінің 5 жылдан кейінгі әрбір жылы үшін төлем мөлшерін 2%-ға ұлғайту. Сондай-ақ мөлшердің ең жоғары шектеуін алып тастау көзделіп отыр. Бұл шаралар зейнетақымен қамсыздандыру, оның ішінде табысы төмен азаматтардың өмір сүру деңгейін көтеруге мүмкіндік береді деп сендіреді Асқар Мамин. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Кеше Қазақстанда 733 адамнан коронавирус инфекциясы анықталды. 191 адамға коронавирус пневмониясы диагнозы қойылды. Бір күнде 9 адам коронавирустан, 2 адам коронавирус пневмониясынан қайтыс болды. Өткен тәулікте Алматы қаласында 88, Шығыс Қазақстан облысында 71, Қостанай облысында 67, Солтүстік Қазақстан облысында 64, Атырау облысында 62 адамнан қауіпті індет анықталған. Наурыз айынан бері 148.708 адамға коронавирус шыққан тестпен расталған. Содан бері 133.510 адам жазылды. 2209 адам қайтыс болды. Пневмонияға тамыздың басынан 22 желтоқсанға дейін 44795 адам шалдыққан, 481 көз жұмды. Ташкент коронавирустың жаңа штамына байланысты 8 елмен әуе қатынасын үзді. Үкімет жанынан құрылған коронавируспен күрес жөніндегі арнайы комиссия кеше Аустралия, Австрия, Дания, Германия, Италия, Нидерланд, Оңтүстік Африка Республикасы, Ұлыбритания азаматтарының елге кіруіне тыйым салынғанын хабарлады. Бұдан бөлек азаматтығы жоқ адамдар соңғы 2 аптада жоғарыда аталған елдерде болған жолаушылар да 10 қаңтарға дейін Өзбекстанға кіре алмайды. 8 мемлекеттен оралған Өзбекстан азаматтары 14 күндік карантинге жіберіледі. Бұл шектеулер эпидемиологиялық ахуалдың тұрақталуына қарай біртіндеп алынады делінген комиссия хабарламасында. Соңғы ақпарат бойынша Өзбекстанда 76.180 адамнан коронавирус анықталған, 612 адам қайтыс болған. 8 әріптесін атып өлтірген және Байкал сыртындағы әскери бөлімде тағы 2 адамды жарақаттаған сарбаз Рамиль Шамсуддинов жасаған ісіне өкініп сотта соңғы сөз сөйледі деп хабарлайды 72-ру. Айыпталушының сөзінше ол қылмыс жасағысы келмеген. Қорғаушы тарап қылмыс қызбалықпен жасалғанын айтып отыр. Қайғылы жағдайға аға лейтенант Даниил Пьянковтың әрекеті себеп болған айтылады. Ол 20 жастағы мерзімді қызметтегі сарбазды жарғыны жаттауға мәжбүр етіп, оған 3 күн ұйықтауға мүмкіндік бермеген. Қорғаушының айтуынша Шамсуддинов келісімшарт бойынша сержант Роман Ковалевтың зорлық әрекеттеріне ұшыраған. Прокурор Шамсуддинов істі қызбалықпен жасаған жоқ деп кешірмеуді сұрады. Рамиль Шамсуддиновке қатысты сот үкімі жақын арада алқабилер алқасының шешімінен кейін жарияланады. Еске салайық, сарбаз Рамиль Шамсуддинов былтыр қазан айында Байкал сыртындағы Горный ауылындағы әскери бөлімде әскерилерді атып тастаған болатын. 7 адам оқиға орнында, біреуі ауруханада қайтыс болды. Франциядағы Пюй-де-Дом департаментінде 48 жастағы ер адам 3 жандармды атып өлтірді. Бұл туралы ел прокуратурасы мәлім етті деп хабарлайды Қазақпарат БФМ телеарнасына сілтеме жасап. Телеарнаның мәліметінше құқық қорғау органдарының тағы бір қызметкері жарақат алған. Жандармдар қаскүнемнен жасырынған әйелге көмек көрсету үшін келген.
ақш президенті Дональд Трамп 15 адамға рақымшылық жасады. Амнистияға ілінгендер арасында 2016 жылы ақштағы президент сайлауына Ресейдің араласуы туралы істе тергеу орындарына жалған ақпарат берді деп танылып, қысқа мерзімдік түрме жазасын алған 2 адам бар. Трамп сонымен бірге 5 адамның жазасын жеңілдеткен. ақшта өкілетті аяқталар тұста президенттердің жақын серіктері мен жақтастарына рақымшылық жариялауы жиі кездеседі. Трамп алдыңғы президенттерге қарағанда серіктеріне сирек рақымшылық жасаған. Елордада бетон зауытының аумағында төбелес болып, 2 адам ажал құшты деп хабарлайды Қазақпарат. Полиция департаментінің хабарлауынша оқиға кеше түнде болған. Төбелес салдарынан ауруханаға 2 ер адам жеткізілген, біреуіне кеуде тұсынан оқ тиген, екінші адамға қарын тұсынан пышақ салынған. Екеуі де қайтыс болды. Полиция қызметкерлері қаза тапқандардың жеке басын анықтады. Олар 39 және 44 жастағы Қызылорда облысының тумалары болып шықты. Сонымен қатар ауруханаға 24 жастағы жігіт атыс жарақатымен жеткізілген. Жанжал араздасушылардың бірі қарызын қайтармау салдарынан туындаған. Соңы төбелеске ұласып, пышақ және атыс қарулар қолданылған. Оқиғаға қатысқан 11 адам анықталып ұсталды. Заттай дәлелдемелер тәркіленді. Аталған дерек бойынша кісі өлтіру бабымен қылмыстық іс қозғалды. Алматыдағы Ішкі істер министрлігі академиясында 19 жастағы Саламат Өтегенов ас үй қоймасында асылып қалған күйі табылды деп хабарлайды Уральская неделя. Қайғылы оқиға 13 желтоқсанда болған. Сол күні оқу орнындағылар Саламаттың ата-анасына қоңырау шалып, баласы өз-өзіне қол жұмсағанын хабарлаған. 15 желтоқсанда Саламаттың денесі Оралға жеткізілді. Ата-анасының сөзінше, ұлдары белгісіз себептермен қарызға батқан. Өлім алдында да ол ағасынан ақша жіберуді сұраған. Академияда қызметтік тергеу жүргізілген, нәтижесінде жоғары оқу орнының басшысы қызметінен босатылды. Өз-өзіне қол жұмсауға жеткізу бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Бұдан бөлек академияның тағы 16 жауапты қызметкері қатаң тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Олардың 5-еуі лауазымынан босатылды делінген хабарламада. Парламент зейнетақы жинағының бір бөлігін пайдалануға қатысты заңды қабылдады деп хабарлайды Қазақпарат. Бүгін парламент мәжілісінің жалпы отырысында палата депутаттары Сенат енгізген толықтырулармен келісті. Сенат енгізген түзетулер нақтылау сипатына ие және мәжіліс мақұлдаған заң жобасының тұжырымдамасымен мазмұнын өзгертпейді. Айта кетейік, 21 желтоқсан күні Сенаттың жалпы отырысында аталған құжат 2 оқылымда қаралды. Құжат аясында мемлекет басшысының тапсырмасымен азаматтардың өз зейнетақы жинағының бір бөлігін баспана алуға және емделуге жұмсау үшін қолдану құқығы белгіленеді. Заң жобасы микроқаржы ұйымдар мен басшыларға қойылатын талаптарды арттыруды көздейді. Бұл қарыз алушылардың мүдделерін қорғауға және қаржы нарығында тұрақтылықты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Семейде Қазақстан халық партиясының атынан Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттығына кандидат Оксана Шишкина жергілікті тұрғындармен кездесті. Бұл туралы Қазақпарат аталмыш саяси ұйымның баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлайды. Онда ел игіліктері мен табиғи ресурстарды бөлуге қатысты мәселелер көтерілді. Оксана Шишкина табиғи ресурстар халыққа қызмет етіп, республика азаматтарының бақылауында болуы керектігін және олардың әділ әрі ашық бөлінуі тиіс екенін атап өтті. Оның пікірінше, ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығы салаларды дамыту арқылы жүзеге асырылуы керек. Қазақстан халық партиясы өкілінің жергілікті тұрғындармен кездесуі сайлауалды үгіт-насихат науқаны аясында ұйымдастырылды. Арнамызда шағын жарнамалық үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Е-салық мобильді қосымшасы келер жылы да қала тұрғындарына тегін қызмет етеді. Электронды салық әмияны салықтардың дұрыс түсуіне кепіл. Волейболдан ақтөбелік ерлер құрамасы ел чемпионатында топ жаруда. Жоғары лига ойындары Қызылорда қаласында өтіп жатыр. Дінге қызығасыз, бірақ шындық немесе өтірік қайда екенін сенімді емессіз бе? Біз кез келген күрделі мәселелерді түсіндіреміз. Сізді дін үшін жат қылықтар жасауға шақырады ма? Біз сізге ақ пен қараны ажыратуға көмектесеміз. Сіздің жақындарыңыз секталар мен экстремистік ұйымдардан зардап шекті ме? Біз психологиялық және теологиялық көмек береміз. Дәріс және басқа да іс шараларды ұйымдастырамыз. Біздің мамандарымыздың теологиялық білімі бар. Біздің мақсатымыз жазалау емес, дін туралы түсінік беру және адасқан жандардың қоғамдағы орнын табуға көмектесу. Дін сенімнен басталады. Егер қандайда бір күмәніңіз болса, дін мәселелері және қоғаммен байланыс жөніндегі орталыққа хабарласыңыз. Біздің телеграм-чатымыз руханият _до. Мекен-жайымыз Ақтөбе қаласы, Сәтпаев көшесі 16Б. Ролик Ақтөбе қаласының ішкі саясат бөлімі тапсырысы бойынша дайындалды.
Рахат дегеніміз бақыттың қуатында екені дәлелденген. Өзіңізді және жақындарыңызды эспрессо кофейнясының тіл үйрерлік тәттілерімен еркелетіңіз. Торттардың кең таңдауы, кез келген талғамға сәйкес дайыны және тапсырыспен жасалады. Джем қосылған пирогтар және дәмді пицца. Мереке мен қарапайым күнде де қуаныш сыйлаңыз. Эспрессо кофейнясы Локомотив кинотеатрында. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR коды бар жарнама Рика ТВ арнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шоқан Уәлиханов көшесі 35 Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 222 300. Рика телеарнасында жергілікті жаңалықтар. Е-салық мобильді қосымшасы келер жылы да қала тұрғындарына тегін қызмет етеді. Электронды салық әмияны 2020 жылдың шілде айында іске қосылды. Қосымшада артық төлемді басқару қызметі жүзеге асырылады. Салық төлеушілерге ыңғайлы болу үшін салықтық емес төлемдерді есепке алу немесе қайтаруға мүмкіндіктер берілген. Мамандардың айтуынша қосымшада реквизиттер мен шоттар автоматты түрде толтырылады. Бұл салықтардың дұрыс түсуіне кепіл болып отыр. Ақтөбе облысы мемлекеттік кірістер департамент салық төлеушілер назарына келесіні хабарлайды. 2020 жылдан бастап баршаңызға мәлім е-салық мобильді қосымшасы арқылы жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер біріншіден жергілікті салықтарды, екіншіден артығымен төлеген төлемдерді, үшіншіден алдағы уақытта төлейтін төлемдерді, төртіншіден бюджеттен қайтарылатын төлемдердің барлығы осы е-салық мобильді қосымшасы арқылы жүзеге асыруға болады. Бұл е-салық мобильді қосымшасын мобильді қосымшаға жүктеу арқылы қолданасыздар. Жоғары лига ерлер командалар арасында волейболдан ел чемпионатында Ақтөбе құрамасы алда келеді. Волейболдан 29-шы республикалық чемпионаттың екінші туры Қызылорда қаласында 20 желтоқсанда басталды. Біріншілікке 9 команда қатысып жатыр. Айтып кеткенімдей, жоғарғы лига командалар арасында 9 команда бар. Командалар өте жақсы. Биылғы сезонда бәрі бір-бірімен тең. Біреуді алып салып алдыға шығарып, біреуді артқа тастайтын командалар жоқ. Бұнда енді біздің алға қойған мақсатымыз бірінші орын алу, әрине. Бірінші турға қарағанда екінші тур нәтижені жайлап көбейтіп қосып жатырмыз. Алла қаласа, үшінші, төртінші турға таман уже үлкен отрывпен алға шығамыз деген ойдамыз. Екінші тур ойындары 26 желтоқсанға дейін жалғасады. Ақтөбе құрамасы Қызылордалық Қайсарды, Тұран және Жетісу жастары командаларын айқын басымдықпен жеңген. Ақтөбе волейбол клубы 2016 жылы шілде айында құрылған. Содан бері түрлі жарыстарда ерекше ойын көрсетіп, алдыңғы қатарларда көрініп жүр.